өнер кез келген адамға беріле бермейтін қасиет. Әдебиетімізде қара өлеңмен кесте тігіп сурет салған ақындар аз емес. Мүшайраға 17 мен 24 жас аралығындағы жастар қатысып, олардың әрқайсысы екі өлеңнен ұсынды. Оның бірі еркін тақырып болса, екіншісі еңбек адамына арналды. Қатысушылардың бірі жазба ақындыққа енді ден қойса, араларында әдебиет әлемінде өз есімін қалыптастырып келе жатқан жастар да бар. Тәңірден берген қасиетті өзі сезінген кезде, сол жолда әрі қарай алып кетсе, еңбектенсе, талмай кітап оқыса, міне адамның сондай бір қасиеті қалыптасып келеді. Енді мен осы тәуір өлеңдерімді мектеп қабырғасында жүрген кезде бастадым. Сол осы уақытқа дейін шыңдалып, біраз мысалы ағалардың алдын көріп, осы бір шама деңгейге жетіп, жалпы өлең дегеннен не екен, жалпы сөзінің құдіретін, сөзінің қасиетін осы уақыт аралығында түсініп келе жатырмыз. Бүгінгі еңбек адамы жалпы мен қоғамға жалпы адал қызмет еткен адамның бәрі нағыз еңбекқор деп айтуға болады. Себебі ешқайсысын жік деп бөлуге де келмейді. Себебі барлығы да бір мүддеге, бір елге қызмет етіп жатқаннан кейін барлығында еңбегі бағалы. Сондықтан да олардың абыройын асқақтатып, керісінше насихаттай түсу керек деп ойлаймын. Жарысқа келген себебім өзімнің ақындық шеберлігімді тағы да бір шыңдай түсу және де жаңа қырынан танылу мақсатында. Жырдан маржан түзіп, қиыннан қиыстырған жазба ақындар алдымен еркін тақырыптағы өлеңін оқыды. Әділ төрелігін беретін қазылар алқасы тақырыптың ашылуына, поэзияның құрылымы мен көркемдік құралдардың қолдану ерекшелігіне назар аударды. Самсатса сансыз дұшпаным қасым, аңсатты жанды жусаны жасыл, алыстан естілді ізгінің сенің сағынып жеткен 8-ші ғасыр. Айта өтелік, жазба ақындарға арналған бұл байқаудың өтуіне қалалық жастар ресурстық орталығы ұйытқы болып отыр. Басты мақсат жас өрендердің өнерін насихаттап, олардың қарымды қаламына шабыт беру. Жалпы ел президенті биыл жұмысшы мамандықтар жылы деп арнайы бекіткен болатын. Және де осы еңбек апталы өтіп жатыр. Соған орай осы жазба ақындар қаламыздағы жас ақындар 17 жас пен 24 жас аралығындағы ақындардың басын қосып, олардың бір шығармашылығын шыңдау мақсатында, екіншіден осы еңбек адамдарын насихаттау, олардың бір осы еңбек идеологиясын одан әрмен арттыру мақсатында ұйымдастырылып жатқан шара. Сайыс соңында жауһар жырлары үздік деп танылған ақындарға жүлделі орындар мен естелік сыйлықтар табысталды. Ботагөз Хитшанова, Азамат Соқанов, Ақтөбе телеарнасы.